Сәлем достар, естеріңізде болса, бұған дейінгі репортаждарымның бірінде мен Алжир, яғни отан сатқындары әйелдерінің Ақмола лагерінің тарихы туралы баяндаған едім. Мінекей, 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай мен осы тақырыпты әрі қарай өрбітуді қолға ГУЛАГ лагері Совет одағының түкпір-түкпірінде қаптап кетті. Алжир де жер бетіндегі сондай тозақтың бірі болады. Сол бір зұлмат жылдары Ақмола лагеріне 18 мыңнан аса аналарымыз келсе, солардың жартысынан көбі кішкентай сәби балаларымен келген. Және де олардың балалары бөлек барақта 3 жасқа дейін ұстаған екен. Тәулігіне бір рет қана барып, балаларын көруіне рұқсат берілген. Бірінші, екінші жылдары Алжир тұтқындары ешқандай хат алмасу құқығы болмағандықтан, не балаларына, не туыстарына хат жазуға мүмкіндігі болмаған. Сол себепті Алжир тұтқындардың көбі өз балаларынан айырылып қалған екен. Отан сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагерінің бұрынғы тұтқындарының бірі Гертруд Платайс. Ол 1990 жылы Германиядан Қазақстанға келіп кеткен сапарында Алжир мұражай қызметкерлеріне жергілікті қазақтарды алғаш қалай көргенін, олардың тұтқын әйелдерге қалай қарағаны жайлы айтып берген екен. Бірде тұтқын әйелдер осы Алжир лагерінің маңындағы Жалаңашкөлден қамыс бумаларын арқалап келе жатады. Жолда қарттар мен балалар кездесіпті. Балалар үлкендердің айтуымен әйелдерге қарай тас лақтыра бастайды. Қарауылдар, сендерді Мәскеуде ғана емес, ауылда да жек көретінін байқадыңдар ма, деп қарқылдап тұрып күледі. Тұтқын әйелдер бұлардың балаларға берген тәрбиесі осы ма, деп налиды. Бір әйел әлгі тастардың біріне сүрініп құлайды. Құлаған кезде дәл алдында жатқан тастан сүт пен ірімшіктің иісін сезіп қалады. Шетінен бір тістеп көрсе, дәмі тіл ереді екен. Сөйтіп тастардың барлығын теріп алып, бараққа алып келеді. Барақтағы тұтқын қазақ әйелдер оның тас емес, кептірілген құрт екенін түсіндіріпті. Гертруд Платайстың бұл әңгімесі құрт қымбат тас, құрт драгоценный камень деген өлеңге арқау болды. Өлеңнің авторы Ақмола облысы Новоишимка селосында тұратын тарих пәнінің мұғалімі Раиса Голубева. Қазіргі уақытта бұрынғы лагерден қалғаны саз-балшықтан тұрғызылған барақтардың енділері. Қазір электростанция орналасқан монша. Тұтқындарды тексеретін орын ғана. Бұл жерде кейбіреулер тұрғын үйге айналдырып алыпты. Бұрынғы тұтқындардың кейбірі отаны сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагерінен сол күйі кетпей қалды. Кейін бұл жерге жер аударылғандар мен алғашқы тың игерушілер орналасты. Бір қатар тұтқындар осында қалып, жаңа өмір бастады.
Отан сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагерінің аумағында қазір 4-5 қабат үйлері, дүкендері мен клубы бар Ақмол кенті орналасқан. Ауылды кезінде тұтқындардың отырғызған қалың теректері қоршап тұр. Бір шетінен қарағанда, бұл жерде жазықсыз жандар жапа шеккен деп айтуға да келмейді. Алайда, жүздеген жанның әділетсіздіктен тартқан жәбіріне бұл мекеннің әрбір тасы куә. Мұндай әділетсіздік ендігәрі жер бетінде қайталанбасын деп тілейміз.